Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге мектебі мейірім мекені сынып сағатына арналған идеялармен бөліспекшімін. Мұғалімдерге арналған чатта айтқан болатынмын. Осындай идеялармен Америка мектептерінің олар қалай үйретеді, мейірімділікті қалай баулайды, сол туралы бөлісейін бе дегенде көп мұғалімдер бөлісіңіз деген болатын. Сол үшін осы видеоны жасадым. Видео жасауға біраз уақыт кетті. Енді пайдаңызға жарайды деп ойлаймын. Алдымен лайк басып, каналға жазылып, басқа әріптестеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Америка мектептерінде мейірімділік тақырыбына өте көп мән беріледі. Мейірімділікті үйрету, баулу тек қана бір сынып сағаты 10 күндік апталық емес. Олар жыл бойы өткізіп отырады осындай мейірімділікке қатысты шаралар. Мейірімділікке балаларды үйрету, бір-бірімен қарым-қатынасын дұрыс, сыныптағы балаларды бір-бірімен отбасы ретінде бір-біріне сезіндіру деген сияқты нәрселердің барлығын олар бір сынып сағатына немесе бір апталыққа байланыстырып қоймайды. Жыл бойы тақырыпқа өте көп мән беріледі. Мен каналда мұғалімдермен бөлісіп отырамын, олардың Америка мектептерінде сыныптарын қалай безендіретінін. Мына бір үлгісі қарасаңыз, In a world where you can be anything, be kind. Кез келген адам бола алатын әлемде сен мейірімді бол деген жазумен бөлісіп қойған. Бұл әрине балаларға өте күшті әсер етеді деп ойлаймын. Және де қараңыздар, мына жерде мынандай постерлар А4 форматында. Осындайды мен Telegram каналға салып қоямын. Қарасаңыздар, шыншыл бол, мейірімді бол, сыйлы бол, немесе өзгелерді сыйлайтын бол, пунктуальный бол, шынайы бол, дайын бол деген сияқты қарапайым сөздерді жазып, әдемі постер қылып сыныпқа іліп қою. Менің Telegram каналда қанатты сөздер бар, осындай А4 форматта. Мен өзім соларды шығарып, оқу орталығыма фоторамаларға салып қойған болатым. Коридорға іліп қойсаңыз да болады, немесе сыныптың жарына іліп қойсаңыз болады. Бір стильде, бір түсті және өте әдемі. Осыны пайдалануға кеңес беремін. Міне мынандай постерларды қазақ тілінде мен жазып каналға салам. Және де мынандай сөз бар. One kind word can change someone's entire day. Бір жылы сөз адамның күнін өзгертуі мүмкін. Мына әлемде мейірімді адамдар көп, бірақ егер сен біреуін де таппасаң, өзің мейірімді бол деген әдемі сөз. Бұны да қазақ тілінде жазып іліп қоюға болады. Соны ұсынамын. Және де мысалы сыныпта олар мынандай заттар жазып қояды. Ең бастауыш сыныпқа ғажайып сөздер. Кешіріңіз, өтінемін, қош келдіңіз, рахмет сөздерді жазып сыныпқа іліп қоюға болады. Және тағы бір идея, халықаралық мейірімділік күні 13 қараша күні тойланады екен. Сол күннен бастап мұғалімдер мынандай мейірімділік күнтізбесін жасап қояды. Ол жерде әр қағазға балаларға тапсырма беріледі. Мысалы, мынандай жақсылық жасауға қатысты, бір-біріне мейірімділік көрсету. Оны мынандай қылыпта жасауға болады екен. Енді жаңа жыл, Рождество жақындайтын болғандықтан, олар осындай қылып әдемілеп жасап қояды. Енді сіз бұны осы сынып сағатына қатысты жасағыңыз келсе, жаңа жылдық тематика емес, дәл осы үй пішінін алып, жаңа жылдық тақырыбын алып, мектеп ретінде осындай 4 бұрышты картоннан үй жасап, ішіне осындай тапсырмалар салып қойсаңыз болады. Соны балалар кезек-кезек шығарып, оқып, орындау керек. Мысалы, біреуге жылы сөз айт, досыңа бүгін көмектес, немесе дәл сол сабақта орындауға болатын іс-әрекеттер жасаңыз болады, немесе осы ай бойы, апта бойы, жыл бойы саған осы тапсырма беріледі деген сияқты жасауға болады. Енді негізі бір идеяны көрген адам, мұғалімдер әдетте бір нәрсені көріп, басқа нәрсе ойлап таба береміз ғой, сол сияқты. Ары қарай өздеріңіз алып кетсеңіздер болады. Міне, бұл да сол кезде жасалатын үйшіктермен осындай тапсырмалар жасап қойған. Күн сайын біреуін ашып, балалар орындайды деген сияқты. Және мынандай да календар бар екен, бинго челлендж. Кубикті лақтырып, қайсына түседі, соны орындайды деген сияқты. Мына жерден кішігірім оқып кетейін. Үйіңде тазалық жұмысын жүргіз, біреуді құшақта, біреуге ойламаған жерден ризашылығыңды білдіретін хат жаз деген сияқты. Біреудің көңіл күйін көтер, үй жануарымен ойна дегендей жеңіл қарапайым тапсырмалар өздеріңіз қазақ балаларына өзімізге сай келетін тапсырма жазуға болады.
Одан кейін мысалы ертең сыныбыңызға мынандай 20 түрлі мейірімділік әрекетін жазып қойсаңыз болады. Жаңа балаларға көрсетіп, біз енді осы әрекеттерді орындауға тырысамыз. Мысалы, оның ішіне не кіреді? Біреу кіріп келе жатқанда есікті ұста деген сияқты. Біреуге жылы сөз, комплимент айт. Бір нәрсе көтеріп келе жатқан адамға көмектесіп жібер. Адамдарға күліп қара деген сияқты әртүрлі тапсырмалар жазып қоюға болады. Одан кейін тағы бір идея. Пазлға әртүрлі мейірімділік әрекеттерінің суретін салып, бірінші жүрек пазлын құрастырып, оны қиып балаларға таратып береміз. Олар сол жерде мейірімділік әрекетінің суретін салады да, бәрі осылай құрастырып, іліп қоюға болады терезеге. Өте әдемі, иә. Одан кейін тағы бір идея, мынандай үлкен ватман алып, айналаңа мейірім төк деген сияқты сөзді ортаға жазып қойып, балаларға мынандай стикерлар беріп, оларға мейірімділік деген не деген сияқты сұрақ қойып, соны балаларға жазғызып, жан-жағына жабыстырып шығуға болады. Тағы бір әдемі қанатты сөз, мейірімділікте әдемілік бар. Бұны да жазып қоюға болады. Және де мейірімділік туралы өлең жолдарын тапсаңыз жазып іліп қоюға болады. Мейірімділік календарі бана айтқандай, осындай А4 форматқа жазып, әртүрлі іс-әрекеттерді балаларға таратып бересіз, және олар тек қана сол сынып сағатында емес, 90 бойы, жыл бойы орындап, немесе бір айдың ішінде орындауға уақыт берсеңіз болады, немесе бір аптаның ішінде осының бәрін жасашы деп берсеңіз, әлі орындалған ұяшықты олар бояп отырады. Сол арқылы оларды мейірімділікке үйретеміз, баулимыз. Одан бұрынғы мектептің алғашқы күніне арналған идеялар видеосында осымен бөліскен болатынмын. Біздің сыныбымыз бір отбасы тақырыбына Америка мектептерінде міндетті түрде бірінші сабақ осы тақырыпта өтеді. Барлық алғашқы қоңырау сынып сағаты осы тақырыпта өтеді. Біздің сыныбымыз бір отбасы бастауыш сыныптарда. Сондай қылып үйдің суретін салып, ол жерге уәделеріміз, біз мейірімді болуға уәде береміз, біз бір-бірімізге көмектесуге уәде береміз, бір-бірімізді жақсы көруге уәде береміз, бір-бірімізді тыңдауға және әдепті болуға уәде береміз деген сияқты сөздер жазып қоюға болады. Және бұны сақтап қойыңыз, сыныпта балалар уәделерін ұмытпай міндетті түрде қарап тұратындай. Идея қолдың суретіне мейірімділік әрекеттерін жазып, осындай горшокқа салып қоясыз, балалар келіп таңдап өзіне түскенін алады. Енді қайсысы оңай, өзіңізге соны орындай берсеңіз болады. Тағы бір идея, үлкен ватманға бір мейірімді сөз немесе бір жылы сөз басқа адамның күнін өзгертуі мүмкін деген сияқты жазу жазып, жан-жаққа сен мейірімді доссың, сен мынаны керемет жасапсың, маған сен сурет салу ұнайды, жағдайың жақсы ма, сенмен ойнасам болады ма, менің досым болғың келеді ме, сені жақсы көрем, кешір деген сияқты сөздерді жазып, іліп жабыстырып қоюға болады. Бұл сөздерді балалардың өздеріне де жаздыруға болады. Мысалы, сіз мына постерді жасайсыз, жоғарына бір жылы сөз бір адамның күнін өзгертуі мүмкін дейсіз. Басқа адамға айтатын жылы сөзіңді жаз дейсіз. Сол кезде балалар жазып, содан кейін жан-жағына жабыстырып шығады. Тағы бір идея, сыныптың ішіне мынандай бюллетень борт жасап қойсаңыз болады. Астына самоклеющий бумаг, жан-жағына самоклеющий тақта сияқты әдемілеп жасалған жазуларын жазып қиып, балаларға мынандай шырақтарды таратып бересіз. Ол шырақтар менде каналда бар. Оларды түрлі түсті қағаздарға шығарып, содан кейін берсеңіз болады балаларға. Мынандай сұрақ қоясыз: сен қай кезде мейірімдісің, немесе сен қай кезде мейірімділік танытасың, немесе өзіңнің басқа адамға жасаған жақсылығың есіңде ме, сол туралы жаз деп бересіз. Олар мысалы: мен мейірімді болдым, я был добр, когда я улыбнулась девочке, которая была грустная. Мен көңіл күй түскен қызға күлген кезде мейірімді болдым деген сияқты да. Немесе мен осындай кезде осындай іс жасадым. Мысалы, мен бір далада шөлдеп жатқан күшікті үйіме алып келіп су бердім деген сияқты өзінің жасаған мейірімділік әрекеттерін есіне түсіретіндей жаңағы постерға іліп шықсаңыз болады. Бюллетень борттың жоғарында әлемді мейірімділігіңмен жарқырат деген сөз, соны жазып, астына шырақтарды ілсеңіз болады. Бұл шырақтар каналда бар, айтпақ. Бір идея, бұл ертеңгі сынып сағатына картон қағаздан фоторама жасасаңыз болады. Ол фотораманы
үй пішінінде жасасаңыз болады. Одан кейін мектебі мейірім мекені жазуын жазып, соның ішіне балаларды міндетті түрде рамадан қарап тұрмайды, бір-бірін құшақтап тұрады деген сияқты идеяларды пайдалансаңыз болады. Егер сізге бүгін айтылған идеялар ұнаған болса, егер де оларды ертең сабағыңызда немесе тек сынып сағатында емес, жалпы сыныбыңызда пайдаланатын болсаңыз, төменге жазып кетіңіз, видеоға лайк басыңыз, әріптестеріңізбен бөлісіңіз, және де менің телеграм каналыма жазылыңыз. Ол жерде түрлі идеялар бар. Каналға тіркеліңіздер, және де егер осы идеяларды пайдаланып жатсаңыздар, менің инстаграм парақшамды да белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қандай шара ұйымдастырғаныңызды көру мен үшін қызық. Инстаграмнан Айсәуле Сайлау парақшасына жазылып қойыңыздар, YouTube каналға да жазылуды ұмытпаңыздар.